Отандық танымал режиссерлердің бірі Асқар Ұзабаев кезекті кино туындысының түсіріліміне кіріспек. Тек бұл жолы Асқар Мырза өзіне үйреншікті комедия жанрын таңдамаған. Мен «Пешка» деп аталатын криминалдық драма бойынша жұмыс жасап жатырмын. 2019 жылы Ұзабаев криминалдық жанрда кино жасап, біраз ерекшеленбек. Ал комедияны қолға алмауын ол былай деп түсіндірді. Криминалдық драма, өйткені биыл комедия әдеттегідей көп болады, сол себепті басқа дүние жасап көргім келеді. Ендеше фильмнің сюжеттік желісіне тоқталсақ. Фильм авантюрист жігіт жайында болады. Яғни жас жігіт ақша тапқысы келеді және соның жалдарын іздейді. Бір сөзбен айтқанда, картина біздің өміріміздегі кейіпкерді сипаттайды. Ал осындай сюжеттік желіні баяндайтын кезекті жұмысын Ұзабаев наурыз айының басында түсіруді жоспарлауда. Қазіргі күні режиссер кастингті бастап кеткен. Мен қазір кастинг жасап жатырмын, тіпті кейбір актерлік құрамды таңдап қойдым. Шамамен 5-6 күннен кейін актерлерге нақты бекіту жасаймын. Сондай-ақ Асқар Мырза бұл жолы жас актерлерге мүмкіндік беріп көрмек. Ол кино әлеміне енді қадам басып келе жатқан жаңа актер, өте талантты жігіт. Әзірше оның кім екенін айта алмаймын, картинадан көретін боласыздар. Осылайша Асқар Мырза жаңа жанрдағы фильм мен жаңа есімдерде шығарма қойы бар. Ал оның нәтижесі қандай болатын, «Пешка» картинасы жарыққа шыққанда көре жатармыз.